Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет қыстың күні ет асқан кезде палаумен жейтін салат дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Помидорларымызды мясорубкадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Енді газға қойып 20 минут қайнатасыздар. Оған дейін огурцыларымызды дайындайтын боламыз. Огурцымызды жуып тазалап, видеода көрсетілгендей немесе домалақ етіп турасаңыздар болады. Огурцы көп қоссаңыздар да болады рецептен бөлек. Біздің огурцыларымыз дайын, помидорымыз осылай қайнап болды 20 минуттай. Енді үстінен огурцыларымызды салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің помидорымыздың ішіне огурцыларымыз араласып, әдемі болып тұруы қажет. Енді дәміне қарай дәмдеуіштерді қосатын боламыз. 2 ас қасық тұз және де 3 ас қасық құм шекер қостым. Сәлден соң дәмін көріп, тағы да кем болса қоссаңыздар болады тұз құм шекерін. Енді уксус қосатын боламыз. Және де дайындап алған чесногымызды, укропымызды қосамыз. Петрушка қоссаңыздар да болады. Өте ерекше дәм береді. Чесногымызды жақсылап осылай 1-2 рет араластырып алатын боламыз. Енді огурцымызды салған екен 10 минут қана қайнатасыздар. Сонда біздің огурцыларымыз қытырлап, өте әдемі болып шығады. Кішкене ғана сұйық май қостым. Міндетті түрде пісте май қосу қажет. Оны да жақсылап араластырып алатын боласыздар. Барлық дәмдеуіш майымызды қосқан екен. Енді қазанның бетін жауып 10 минут қайнатамыз. Сонымен біздің банкамыз дайын болады. Салатымыз дайын, өте керемет дәмді болып шықты. Огурцылар қытырлап, помидорда ерекше дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Банкамызды алдын ала дайындап, парлап, булап алдым. Осылай құя беретін боламыз араластырып. Менің каналымда басқа да салаттардың қысқа арналған түрлі рецептері бар. Парақшама кіріп көрсеңіздер болады. Біздің салатымыз дайын. Видео ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.